Сәлеметсіздер ме? Бүгін present continuous шағын өтеміз. Present continuous шағы дәл қазіргі моментте болып жатырған іс-әрекеттерді сипаттау үшін қолданылатын етістіктің шағы. Present осы continuous жалғасып жатырған деген мағынаны білдіреді. Яғни қарайық мына жерде. Sarah is in her car. She is on her way to work. She is driving to work. Сара оның машинасы, өзінің машинасының ішінде, ол жұмысына бара тұрған жолда. She is driving to work. Осы жердегі is driving present continuous шағында суреттен Сараның машинада жұмысқа кетіп бара жатқанын көріп тұрмыз. This means she is driving now at the time of speaking. Яғни now, қазір, at the time of speaking, сөйлеп тұрған моментте, сөйлеп тұрған сәтте машинаны, көлікті айдап бара жатқандығын білдіреді. The action is not finished. Іс-әрекет аяқталмаған. Енді құрылымы қалай болады? Егер бастауыш I болса, онда to be етістігінің am формасы қолданылады, және негізгі етістікке ing жалғанады. I am driving. Қысқарған кезге, қысқартып қолданған кезде a түсіп қалады. I apostrophe am. He, she, it болса, яғни бастауыш үшінші жақ жекеше түрі болса is. Оны қысқартуға да болады. He's working. Ал көпше түрдің барлығында we, you, they дегенде are қолданылады. Ағылшын тілінде сен деген жеке сөз жоқ, сіздер деген көпше түрде айтылады. Сондықтан you тек көпше түрде қолданылады. You are, we are, they are doing. I'm doing something. Мен қазір бір нәрсе жасап жатырмын. I'm in the middle of doing it. Яғни мен осы іс-әрекеттің ортасындамын. I have started doing it and I haven't finished yet. Осы іс-әрекетті жасап бастадым және әлі аяқтамадым деген мағынада біз осы present continuous шағын қолданамыз. Please don't make so much noise. Өтінем, сонша шуламашы. I'm trying to work. Мен жұмыс жасауға тырысып жатырмын. Бұл жерде мысалы I try деп айтуға болмайды. I try десе ол үнемі тырысамын деген present simple мағынасын беріп кетеді. Келесі. Where is Mark? Mark қайда? He's having a shower. Ол душ қабылдап жатыр. Ал he has a shower деп present simple мен айтсақ, ол үнемі душ қабылдайды деп аударылар еді. Let's go out now. Сыртқа шығайық қазірда. It isn't raining anymore. Жаңбыр жауып тұрған жоқ одан ары қарай. It doesn't rain деген present simple шағы. Үнемі жаңбыр жаумайды деп аударылады. Ал мына жерде it isn't raining anymore. Дәл қазір жаңбыр жауы тоқтады, жаңбыр жауып тұрған жоқ. At a party, мерекелік кеште. Hello Jane, are you enjoying the party? Сәлем Джейн, саған кеш ұнап жатыр ма? Do you enjoy деп сұрамаймыз. Do you enjoy десек, үнемі ұнай ма? Сен жалпы осы кештерді жақсы көресің ба деген жалпы пікір болып кетер еді. What's all noise? What's all that noise? Мынау не шу? What's going on? Не болып жатыр? Ал және бұған мағыналас what's happening? Тоже не болып жатыр деген мағынаны білдіреді. The action is not necessarily happening at the time of speaking. For example, яғни кейде біз жаңа айттық қой, дәл іс-әрекет болып жатырған моментте, дәл осы шақта, мысалы мен кітапты оқып отырмын, мен ағылшын тілін түсіндіріп отырмын дегенде қолданамыз дедік. Енді екінші жағдайы, бұл іс-әрекет дәл қазір моментте қолданылып болып жатырған жоқ, бірақ осы уақытқа жақын аралықта, немесе бір уақытша уақыт аралығында болып жатады. Мысалы қарайық. Steve is talking to a friend on the phone. Стив досымен сөйлесіп отыр да телефонмен. He says, I'm reading a really good book at the moment. It's about a man who... Яғни, мен қазір бір өте қызық кітап оқып жүрмін. Бұл сондай бір адам туралы деген жерден әңгімесі үзіліп кеткен. Яғни, дәл осы сәтте Стив кітапты оқып отырған жоқ, ол телефонмен сөйлесіп отыр. Бірақ осы аптаның ішінде, болсын, осы айдың ішінде ме, осы бір 2-3 күннің ішінде ме, ол осы кітапты оқып жүргендігі туралы айтып жатыр. Астындағы түсіндірмені оқиық. Steve is not reading the book at the time of speaking. Яғни сөйлеп отырған моментте Стив кітапты оқып жатқан жоқ. He means that he has started it, but has not finished it yet. Яғни ол кітапты бастады, бірақ аяқтамағандығын білдіреді әлі.
He is in the middle of reading it. Ол оқудың ортасында. Енді some more examples, тағы да бірнеше мысалдар. Kate wants to work in Italy, so she's learning Italian. Кейт Италияда жұмыс жасағысы келеді, сондықтан итальян тілін үйреніп жатыр. But perhaps she isn't learning Italian at the time of speaking. Бірақ дәл осы сөйлеп тұрған моментте ол итальян тілінің кітабын оқып отырған жоқ. Бірақ жалпы оқып жүр, қазір осы моменттерде, осы күндері итальян тілін үйреніп жүр дегенде де біз present continuous шағын қолданады екенбіз. Some friends of mine are building their own house. Менің кейбір достарым өз үйлерін салып жатыр. Так, they hope to finish it next summer. Олар оны келесі жылы бітіреміз деп үміттенеді. Енді C, үшінші ережеге келдік. You can use the present continuous with today, this week, this year, etc. Periods around now. Яғни, осы present continuous шағын бүгін, осы апта, осы жылы деген, яғни осы уақыттың ар жақ бер жағындағы уақыт бірліктерімен қолданамыз. Мысалы, you are working hard today. Бүгін өте қатты жұмыс жасап жатырсың. You work hard today деп айта алмаймыз. Ал сен жалпы өте қатты жұмыс жасайсың деп айтсақ, онда you work hard просто. Yes, I have a lot to do. Менде жасайтын зат көп. The company I work for isn't doing so well this year. Мен жұмыс жасайтын компания осы жылы қатты жетістікке жетіп жатқан жоқ та. Так, енді D вариантын қарастырайық. We use the present continuous when we talk about changes happening around now, especially with these verbs. Яғни present continuous шағының төртінші қолданылу аясы өзгерісті білдіретін етістіктер. Немесе өзгеріс туралы біз айтқан кезде, өзгермелі ситуация туралы айтқан кезде қолданамыз, әсіресе мына етістіктермен. Get, change. Get-тің мағынасы көп, жалпы мысалы алу, жасау, жету деген мағынада қолданылады көбіне. Change, өзгерту. Become, болу, бірдеңеге айналу, бір мамандықты иемдену. Increase, ұлғаю, көтерілу, жоғарылау. Rise, көтерілу. Fall, құлау. Grow, өсу. Improve, жақсару. Begin, бастау. Start, бастау. Is your English getting better? Сенің ағылшының жақсарып келе жатыр ма? Өзгермелі ситуация туралы сұрап жатыр. Ағылшын тілі деген үшінші жақ жеке жетір, яғни it мағынасында болғандықтан біз is көмекшесін пайдаланамыз. Does your English get better деп сұрамайды екенбіз. Өйткені бұл өзгермелі жағдай. The population of the world is increasing very fast. Әлемнің халық саны өте жоғарылап бара жатыр. Тез, жылдам жоғарылап бара жатыр. At first, I didn't like my job, but I'm beginning to enjoy it now. Басында маған жұмысым ұнамады, бірақ ол маған жайлап ұнап бастады. Немесе мен оны ұната бастадым. Бұл да өзгеріп келе жатқан ситуация.